Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Сұлтан. Бүгінгі кезекті сабағымызда біз 11-ден 100-ге дейін санап үйренеміз ағылшын тілінде. Өзіміз жайлы персональный информацияны айтып үйренеміз, анкеталар толтырған кезде. Және өзіміздің телефон нөмірімізді қалай айту керек екенін үйренетін боламыз дыбыстап. Сонымен бастайық. Ең бірінші listening, тыңдалым бөлімі 1:52. Қазір бізге 2 диалог оқылады. Сол оқып болғаннан кейін біз мына 2 сөйлемнің диалог 1-ге қатысты, диалог 2-ге қатысты қайсысы дұрыс емес екендігін анықтауымыз керек. Яғни true дегеніміз шын, false дегеніміз жалған. Яғни шын информация, жалған информация. Все, қосам, мұқият тыңдап отырыңыздар. 1.52 1. Hi, Bob. Where are you? Hello, Tom. I'm in my car. What's your address? It's 503 State Street. Excuse me? 503 State Street. Oh, it isn't 503 Lake Street. No, it isn't. Are you lost? Yes, I am. 2. Look at this picture. Who is he? He's my friend. Wow, he's very good looking. What's his name? Adam. Is he married? No, he isn't. How old is he? He's 26. What's his number? 2 диалог оқылды, айтылды, тыңдадық. Енді жауап берейік. Диалог 1-ге қатысты. Tom is on State Street. Том дәл қазір State Street деген жерде тұр. Сонда көшеде тұр. State деген көшеде. Ол шын ба, өтірік па? Егер де сіз бұл информацияны жаңа естімей қалсаңыз, видеоны артқа қарай басып, қайтадан тыңдасаңыз болады. Ал мен бұл дұрыс информация неге? Өйткені Том айтты. I'm on State Street деп. Ал анау жаңа қалып кететін адам звондап атқан. Машинасының ішінде I'm in my car деді ғой. Ол кісі басқа көшеде болды. Сонымен шатастырып алмаңыздар. Ол кісі Lake Street деп айтқан. Сонымен бұл жерде бізде бұл жерге біз қазір true дегенді қоямыз. Ал төмендегісі Adam is 25 дейді. Адамның жасы 25-те. 25. Ал диалогта не деп айтты? Диалогта бізге айтқан 26-да деп. He is 26 деп айтқан. Сондықтан бұл информация бізде жалған болып есептеледі. Сонымен false. Бұл сөздерді міндетті түрде жаттап алыңыздар. Болашақта егер де бір IELTS экзамен, тағы да бір басқа экзамендер тапсыратын болсаңыздар, міндетті түрде керек болатын сөздер. Мінекей бірінші, екінші диалог. Қазір қайтадан диалогты тыңдайтын боламыз. Содан кейін біз мына бос орындар толықтырамыз. Бос қалдырып кеткен бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші бос орындар және төменде 6, 7, 8, 9, 10. Бұл тапсырмаларда болашақта сіздерге керек болады. Қазірден бастап үйреніңіздер осындай тапсырмаларды орындап. Егер де халықаралық тестте тапсыратын болсаңыздар, бұл өте керек. Ал сонымен мен қосайын диалогты қайтадан. Мұқият тыңдап отырыңыздар да, мына жерлерге бос орындарға толықтырып көріңіздер. Жазып, жақсы ма? Мінекей. Қазір диалогты қоспай тұрып бір қарап шықсақ та болады, мінекей. Бірінші диалогта. Екеуі телефонмен сөйлесіп тұр. Bob, where are you? Сен қайдасың дейді. Hello, Tom. Сәлем, Том. Осы орын. In my car. Көлігімде.
көлігімнің ішінде. Oh, what's your address? Сенің мекен жайың қайсысы? Қандай мекен жайың? It's 503 State, бос орын. Яғни ол 503 State көшесі деген сияқты. Төртіншісі, me, бірдеңе таңғалып сұрап тұр, таңғалғанда түсінбей сұрап тұрған сияқты. Оны білеміз ол сөзді. 503 State Street деп қайтадан айтып жатыр. Oh, it дейді 503 Lake Street. Яғни бұны да қазір тыңдаған кезде түсінікті болады деп ойлаймын. Яғни Lake Street, Street дегеніміз көше. No, it isn't. Are you lost? Yes, I am. Жоқ, олай емес. Are you lost? Сен жоғалып қалдың ба? Yes, I am. Иә. Екінші диалогты да бір қарап жүрейік. Look at this picture. Мына сурет болу керек. Who's he? Мына суретке қарашы дейді. Ол кім дейді. Who's he? My friend. Менің досым. Wow. He's good looking. Сымбатты екен. What's his дейді. Оның деп бірдеңе сұрап тұр. Адам. Ол адам. Оның аты Адам деген. He married. Мына жерде бір сұраулы бірдеңе болу керек. Married, ол үйленген ба деген сияқты. No, he isn't. Жоқ, ол үйленбеген. How old is he? Оның жасы нешеде? 26. 26. What's his number? Өйстіп аяқталады. Ал, диалогты қосам, мұқият тыңдап отырыңыздар. Жауап беріп көріңіздер. 1.52. 1. Hi, Bob. Where are you? Hello, Tom. I'm in my car. What's your address? It's 503 State Street. Excuse me? 503 State Street. Oh, it isn't 503 Lake Street. No, it isn't. Are you lost? Yes, I am. 2. Look at this picture. Who is he? He's my friend. Wow, he's very good looking. What's his name? Adam. Is he married? No, he isn't. How old is he? He's 26. What's his number? Ал, жазып үлгердіңіздер деп ойлаймын. Егер де үлгермесеңіздер, осы видеоны қайтадан артқа қарай айналдырып, тағы бір рет көріңіздер. Мен жауаптарын берейін. Біріншісінде айтты. Звондап тұр. Bob, where are you? Сен қайдасың дейді. Әрине ол басында амандасады. Сонымен ол не деп айтты? Ол айтты. Hi, Bob. Сәлем, Bob. Сен қайдасың дейді. Оған Bob жауап берді. Hello, Tom. Сәлем, Tom. I'm in my car. I am in my car. Мен көлігімнің ішіндемін дейді. I am. Қысқартылған түрі көріп тұрсыздар ғой. I am емес, I am деп айтты. Oh, what's your address? Сенің мекен жайың қандай? It's 503 State Street деп айтты, көшесі. State Street. Сосын жаңағы мына машина ішіндегі адам түсінбей қалды да, айтады. Excuse me, естімей қалдым деген сияқты. Excuse me, қайталап жібересің ба деген сияқты. Ол қайталап айтты. 503 State Street. Oh, it isn't 503 Lake Street. Яғни, ол мына жерде isn't болады. Ол 503 Lake Street емес екен ғой, деп айтып жатыр да. No, it isn't. Жоқ, олай емес. Яғни, келісіп жатыр. Are you lost? Сен жоғалып қалдың ба? Yes, I am дейді. Так, жауаптар осылай. Hi, I'm, street, excuse, isn't. Ал екінші диалогты қарайық. Look at this picture. Мына суретке қарашы. Who is he? Ол кім? He is my friend. Ол менің досым. Сонымен бірінші жауап бізде
His болады. His. Wow. He's good looking дейді. Very болады. Өте. Very дегеніміз өте. He is very good looking. Өте сымбатты екен. What's his name? Оның аты. What's his name? What's your name деген сияқты ғой, бірақ what's his name? Adam дейді. Adam. He married? Бұл жерде сұрап тұр. Яғни бұл жерде болады. Is he married? Is he married? Ол үйленген ба? Үйленген ба? No, he isn't. How old is he? Мына жерде бізде болады. He's 26. Так, мен сөздерді жазып шықтым. Енді мынаны қазір қосамын, иә? Оның артынан қайталаңыздар. Толықтырып қойдық қой диалогтардың бәрін. Қазір оқылады. Сол ана кісілердің артынан қайталап көріңіздер. 1.52. 1. Hi, Bob. Where are you? Hello, Tom. I'm in my car. What's your address? It's 503 State Street. Excuse me? 503 State Street. Oh, it isn't 503 Lake Street. No, it isn't. Are you lost? Yes, I am. 2. Look at this picture. Who is he? He's my friend. Wow, he's very good looking. What's his name? Adam. Is he married? No, he isn't. How old is he? He's 26. What's his number? Қазір мен телеграмды байқадым, бірталай адамдар жиналып қалыпты. Соның ішінен өзіңізге жұп тауып алыңыз, кәдімгі партнер дейді ғой, ағылшын тілін үйрену барысындағы партнер табасыздар. Осы диалогта екеуіңіз бір-біріңізге қойып, біреуіңіз A болыңыз, біреуіңіз B болыңыздар да, қойып, осы сөздерді айтып, дыбыстап үйреніңіздер. Сол кезде сөйлеп, ақырындап бастайсыздар ағылшын тілінде. Осындай тапсырма, бірінші тапсырма. Practice them with a partner. Осы тапсырманы орындайсыздар міндетті түрде. Келесі грамматика. Енді бағана байқасаңыздар, мына жерде сұраулы сөйлемдер бар, және бір жаңа да сөздер бар. Өзіміздің жасымызды қалай айтамыз, қалай адресті сұраймыз, қалай адамның атын сұраймыз, кім екендігін сұраймыз, иә? Мінекей. Look at the dialogues in one again. Complete the questions. Мына диалогқа қайтып қараймыз да, мына жердегі сұраулы сөйлемдерді толықтырамыз. Ал, бірінші сөйлем. Where are you? Where are you? Сен қайдасың, міне, мынау тұр. Келесі. Is your address? Міне. What's your address? What болу керек. What's your address? Так, келесі. Жазып отырайын ба? What's your address? Is he дейді. Бұл астындағы диалогтан келген. Who is he? Ол кім? Who is he? Яғни мына жерде who болады. Кім? Кім? Is his name? What is his name болады? Мына жерде тұр. Осы диалогтан бәрін алып жатырмыз. Бүткіл сұраулы сөйлемдерді не? What's his name? Қарап отырсаңыздар, мына жерде мысалы апостроф s-пен қысқартып тұр. Is дегенде. And old is he? Яғни неше жаста? Міне бар. How old is he? How old is he? Is his number дейді. Телефон нөмірі.
What's his number? Жазып шықтық. Бұлардың бәрін дәптерлеріңізге жазып, переводтарын жазып жаттап алыңыздар. Қазір біз грамматика бөліміне көшетін боламыз. 94-ші бетте. To be. Сұраулы сөйлемдер. Так, listen and repeat, then read the rules. Онда қазір тыңдаймыз әдеттегідей, одан кейін ары қарай түсіндіретін боламын ережелерін қалай қолданылатынын. Сондықтан тыңдайық. 1.54. Who is Tom? He's a friend from work. What's your email? johng@gmail.com. Where are you from? I'm from Toronto, Canada. When's the concert? It's on Tuesday. How are you? I'm fine, thanks. How old is she? She's 24. Мінекей осымен listen тыңдап шықтық. Енді мынау неге қарайық. Так. Таблицаға қарайық. Question verb. Яғни мынандай сұраулы сөздер бар. Who, what, where, when, how, old. Одан кейін етістік келеді дейді. Ол етістік дегеніміз қандай? Бізде мына жерде to be етістігі тұр. Is, are, is. Одан кейін subject дейді. Subject дегеніміз ол субъект. Іс-әрекетті орындайтын біздің бастауыш субъект. Tom. Who is Tom? Том кім деген сұрақ. He is a friend from work. Ол жұмыстағы досым. What's your email? johng@geem email.com. geemail.com. Мына жерде at дегеніміз мына собачка дейміз қазақ орысша. Соны at деп оқиды ағылшынша. At. Ал нүктені dot деп оқиды. Сіздің өзіңіздің емейліңізді сөйтіп оқисыздар. Where are you from? Бұл бізге таныс. Осыған дейін өткенбіз. Сіз қайдан боласыз? I'm from Toronto, Canada. Мен Торонтодан, Канададан боламын. Осыған дейін естеріңізде болса, I'm from Toronto, in Canada деп айтып жаттық. In деп айтып жаттық, оларды тастап айтпайық. Бұлай бірден айта берсек болады қысқартып. I'm from Toronto, Canada. When's the concert? Концерт не қашан болады дейді да? When дегеніміз қашан. Where дегеніміз қайдан. What дегеніміз қандай, не. Who дегеніміз кім. It's on Tuesday. Сейсенбі күні болады дейді. It's on Tuesday. How old are you? How are you дейді. How old is she астында? How are you дейді. I'm fine, thanks. Қалың қалай? How, қалай, көрдіңіздер ма? I'm fine, thanks. Мен жақсымын, рахмет. How old is she? Оның жасы қаншада? Жасы қаншада деген осы сұрайтын боламыз. How old is he? Оның жасы қаншада? How old are you? She's 24. Так. Contractions with question words. Қысқартуларды қарастыра кетейік. What's, where's, when's, how's. What's her name? What is her name деп айтсақ та болады. Бұлай да қысқартсақ болады. S. Оның аты кім? Where is he from? Where is he from деп айтсақ та болады. Бұлай қысқартсақ болады. How's your mother? Сенің мамаң, анаң қалай? Don't contract is in a question when the last word is a pronoun.
Егер де сұраулы сөйлемнің ең соңында мына he, she, it, яғни жіктеу өсімдіктер келетін болса, мысалы how old is she? Ол кезде мынау is'ді біз қысқартпаймыз. Түсінікті ғой, мына жерде бізде жіктеу өсімдіктер жоқ, сондықтан біз is'ді қысқарта береміз. Ал мына жерде жіктеу өсімдіктер болғандықтан is'ді қысқартпаймыз. How old is she? Where is she? What is it? Көрдіңіздер. Word order дейді. Сөздердің орны қалай келу керек. Болымды сөйлем subject, verb. They are American. Subject деген субъект, селекетті орындайтын, verb деген етістік. They are, міне көріп тұрсыздар ғой. They субъект, are verb. Сұраулы сөйлемдерде verb subject. Яғни be етістігі алдына шығып кетеді. Мына етістік are they American. Сұраулы сөйлем question. Мынау жаңағында сұраулы сөздер бар ғой, where, when, what дегендер, сол be етістігінің алдына шыға салады. Where are they from? Are they from? Where are they from? Вот. Так, сіздерге мынау үй жұмысын орындау керек болады. Осы грамматиканы қайтадан қарайсыздар да, мынаны толықтыруларыңыз керек. Бұл жерде complete with a question word. How old, what, when, where, who. Осыларды қолданып, мына бос орындарға қоясыздар. Мысалы, how are you? Good, thanks, and you? Қиын емес. Еш қиындығы жоқ. Мынаны да орындайық. Мына сөздер берілген, осы сөздерді дұрыс орында, порядкта қойып, дұрыс ретпен қойып, сұраулы сөйлем құрастыруымыз керек. Мысалы, she who is. Who is she? You old, how are? How old are you? Деген сияқты осыларды дұрыс түрге келтіріп жазып шығамыз. Write questions to complete the dialogue. Жауаптар бізде берілген, соған біз сұраулы сөйлем құрастыруымыз керек. What's your name? Жерде телефон берілген, адам жасы берілген. It's in Mexico. Email адресін сұрап жатыр, мына жерде телефон нөмірін. Осыларды толықтырып жазып шығайық. Енді мына жазып шықтық қой біз бағана. What, who, what, how, where деген. Енді бір осы тапсырмада біз жауаптармен сәйкестендіруіміз керек. Жауаптармен. Қазір бір қарап алыңыз да, видеоны паузаға басып, өзіңіз тақанса аяқтап шығыңыз мына тапсырманы, қойып орындарына, яғни how old are you? Fine, thanks. Жауап осы. How old is she? Нешеде деп тұр? He да. He is 9. Мықты F болады екен. Қалғандарын өзіңіз орындап шығыңыз. Ал паузаға басыңыз. Так, сонымен онда мен қазір жауаптарын айта бастаймын. Ауызша айта кетейін, сіздер тыңдап отырыңыздар. How old is he? He is 9. Оның жасы нешеде? Ол 9-та. Who is John? John деген кім? He is my friend. Келесі. What's your last name? Сенің фамилияң қандай? Torres болады. Where are you from? Сен қайдан боласың? I'm from Peru. Ц болады. When's the concert? Концерт қашан? Tomorrow. Ертең. Ал қазір мен қосамын. Осы сұраулы сөйлемдермен жауаптар оқылатын болады. Соның артынан қайталаңыздар. 1.55 1. How are you? Fine, thanks. 2. How old is he? He's 9. 3. Who's John? He's my friend. 4. What's your last name? Torres. 5. Where are you from? Peru. 6. When's the concert?
Tomorrow. Енді бағана айтып кеткендей, осы диалогта өзіңіздің партнеріңізбен бір-біріңізге сұрақ қойып, жауап беріп жаттығыңыздар.